Тарих ғылымы өткенді зерттейді. Ол біздің өткен өмірімізден және бүгінгі жағдайымыздан хабар береді. Археологтер қазба жұмыстарын жүргізіп, ежелгі тұрмыста қолданылған ыдыс, әшекей, қару-жарақ түрлерін табады. Осындай зерттеулер арқылы ежелгі адамдар қалай өмір сүргенін, немен айналысқанын біледі. Ғалымдар ежелгі жазбаларды зерттейді. Онда ежелгі қалалар, оның тұрғындары туралы жазылған. Сол арқылы біз өткен күндерді білеміз. Сен өз еліңнің өткен тарихын кітаптан, фильмдерден, мұражайдан және дүниетану сабағынан оқып таныса аласың. Ертеде Қазақстан жерінен Ұлы Жібек жолы өткен. Сауда керуендері сол жолмен жібек мата, түрлі тауарлар тасымалдаған. Оның бойында әдемі қалалар пайда болған. Біз Ұлы Жібек жолындағы ежелгі Отырар қаласына келдік. Қаланың сырты биік дуалмен қоршалған. Қала тұрғындары оны жауларынан қорғану үшін соққан. Қалаға оның түнде жабық тұратын үлкен қақпасы арқылы ғана кіретін болған. Үлкен қақпадан қалаға кірдік. Оның тар көшелері арқылы жүрдік. Қаланың ішінде билеушінің өз сарайы бар. Жанында беделді адамдардың үйлері орналасқан. Шет жақтарында саудагерлер мен қолөнершілер тұрады. Шеберханаларда олар әртүрлі бұйымдар, құмыра, ыдыс аяқ, балта, пышақ, әшекейлер мен қару-жарақтар жасайды.